Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге Курипод бағдарламасымен қалай интерактивті сабақ жасау керектігін толық көрсететін боламын. Алғашқы қадам интернет-браузерде kuripod.com сайтына кіріп тіркелеміз. Тіркелу процесі өте қарапайым. Бар болғаны сізге почта қажет болады. Немесе өзіңіздің Google аккаунтыңызбен кірсек те болады. Жүйеге кірген бойда бізге өзіміздің профилімізді толықтыруға осындай терезелер ашылады. Бұл жерде атымызбен фамилиямызды және де өзіміздің қандай маман екенімізді және де мектебіміздің қай қалада орналасқанын сұрайтын болады. Жаңа сабақты құрастыру үшін менің сабақтарым деген терезеге өтіп, сол жерде өзімізге керекті, яғни қандай пәннен екендігінен таңдап алып, және де қай форматта ұсынғымыз келетін таңдап, ол жерге өзімізге керекті тақырыпты жазатын боламыз. Яғни Kuripod жасанды интеллект арқылы жұмыс істегендіктен, ол бізден қандай тақырып, қай сыныпқа және де қандай бөлімдер керектігі туралы сұрайтын болады. Және де тақырып бойынша қай бағытқа қызығырақ тоқталатындығын сұрайтын болады. Яғни бұл жерде А, Б, С варианттарының біреуін таңдап жазып жіберуіміз қажет болады. Сол кезде ол бізге керекті сабақты генерировать етіп береді. Мінекей бізге сабақтың материалдарын дайындап берді. Енді бұны тексеру үшін попробовать как ученик деген батырманы басамыз. Осы жерде бізге екі экран шығатын болады. Экран ученика деген жерге, яғни оқушы үстеліне осы берілген пин-кодты жазатын боламыз. Және өзіміздің есімімізбен тіркелеміз. Бізге бірінші бөлімде қызығушылық оятудан бастайды. Мұнда оқушылар ашық сұраққа жауап жаза алады. Жауаптар экранда сөз бұлтты форматында көрінеді. Бұл оқушыларды бірден сабаққа тартудың өте тиімді әдісі болып табылады.
Келесі бөлімде бізге жаңа тақырып түсіндіріледі. Мұнда мәтінді өңдеуге, қысқартуға немесе толықтыруға болады. Қажет болса, өз материалыңызды да қоса аласыз. Ең маңызды бөлігі интерактив, яғни мұнда бірнеше формат бар: ашық сұрақ, таңдау сұрағы, қысқа жауап, пікір білдіру деген секілді. Оқушылар жауаптарды өз құрылғылардан жібереді, ал сіз нәтижені бірден көресіз. Сонымен қатар рефлексия бөлімі де бар. Сабақ соңында оқушылар эмоция немесе пікір арқылы кері байланыс береді. Осылайша бірнеше минут ішінде толық интерактивті сабақ дайын болады.